ауданында оқушыларға арналған жазғы лагерь жұмысын қызу жалғастыруда. Жаз мезгілі басталысымен мектеп оқушыларының демалысын тиімді әрі қызықты ұйымдастыру басты назарда. Биыл Сайрам ауданында жазғы сауықтыру лагеріне 2200-ге жуық оқушының тынығуына мүмкіндік жасалып отыр. Бірінші сыныптан 9-шы сыныпқа дейінгі балаларды қабылдайтын бұл лагерь 1968 жылы салынған. Алғашында Хинфарм зауытының қызметкерлерінің балалары үшін бой көтерген демалыс орны кейіннен мемлекет меншігіне өтіп, қазірде аудандық білім бөліміне қарайды. Қазіргі таңда 3 айлық жазғы маусымда Сайрам ауданының мектептерінен келетін балалар осы жерде демалады. Біз алдымен таңғы жаттығуға барамыз, сағат 7-тен бастап. 5 мезгіл тамақтанамыз. Одан кейін балдарды қатарға тұрғызуды, одан кейін төсек орындарын жинатқызуды, барлығын қамтамасыз етіп қарап отырамыз. Одан кейін таңғы асқа барамыз, топпен жүреміз, топтың атын айтамыз, ұранын айтамыз, барлығын айтып, таңғы асқа келеміз. Одан кейін түскі ас, кәдімгідей 5 уақыт тамақ. Одан кейін тихий час аралығында ұйықтайды балдар. Ұйықтап тұрғаннан кейін бассейнге түседі. Бассейнге түсіп болғаннан кейін кешкі тамақ болады. Одан кейін кешкі тамақтан кейін осы жерге іс-шаралар өткіземіз. Ол жерде әртүрлі тақырыпқа байланысты. Біз жоспармен жұмыс жасаймыз. Мен өзім 8-ші отрядқа беремін, кіші топтарға. Бұл жерде 10 күн 10 түрлі қызықты әдіс-тәсілдермен жұмыс жасау керек болады. Үлкен апайларға, мұғалімдерге қарап, біз өзіміздің тәжірибемізді арттырамыз. Сол үшін бізге жеке-жеке топ беріп, тәжірибе арттыруға, әдіс-тәсілмен жұмыс жасауға көмектесіп жатыр. Дәл қазіргі күнге дейін лагерде 700-ге жуық бала демалып шықты. Қазір 2-ші маусымда 314 бала тынығуда. Олар бұл жерде достар тауып, ән айтып, би билеп, белсенді әрі қызықты демалыс өткізуде. Лагерь жазғы маусымға алдын ала мұқият дайындалған. Аудан әкімдігімен білім бөлімінің қолдау білдіріп, бірқатар ғимараттар жөндеуден өтіп, сырты әрленіп, балаларға қажетті барлық жағдай жасалады. Айта кету керек, Сайрам лагерінің жалпы аумағы 8 гектардан асады. Мұнда асқанда күніне 4-5 мезгіл ыстық тамақ береді. Әр ауысым 10 күнге созылады. Балалардың қауіпсіздігі мен тиімді демалыс үшін арнайы бекітілген тәрбиешілер мен нұсқаушылар қызмет етеді. 6-шы рет келіп жатырмын бұл лагерге. Күшті бәрі, күнде іс-шаралар өтеді, тамақтары вообще күшті. Кейінгі жыл уже болмайтын да шығар, бірақ келуге тырысам. Күнде биледік. Ән айттық. Үйіңді қатысаңыз жоқсың? Жоқ. Наоборот, кеп тұрады. Лагерден кеткен соң үйде лагерь сағынамыз біз. Бұл лагерге келгеніме 2-ші мәрте осы лагерде болып жатырмын. Бұл жақта өте қызық, себебі күніге көптеген іс-шаралар өтеді. Біз достарымызбен көптеген ойындар ойнаймыз, қызықты сәттер болады. Яғни достармен көп уақыт өткізіп тұрамыз бұл жерде. Мен үшін бұл жер өте ыстық, маған қатты ұнайды деп айтсам болады. Сайрам жазғы лагерінде балалардың демалысы есте қаларлықтай әсерлі әрі пайдалы өткізу басты мақсат. Осы орайда мәдени және спорттық іс-шаралар тұрақты түрде ұйымдастырылып отырады. Лагерде әр күндік таңертелік жаттығумен басталып, арнайы жоспарланған күн тәртібімен жалғасады. Түрлі спорттық жарыстар мен шығармашылық байқаулар балалардың ерекше қызығушылығын тудыруда. Ал жазда суға шомылатын сәттері балалар үшін ең есте қалатын сәттердің бірі болса, лагерь аумағындағы үлкен бассейн бұл қажеттілікті толық қамтамасыз етіп отыр. Сайрам ауданында оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Мақсат әр баланың бос уақытын тиімді әрі қауіпсіз өткізуіне жағдай жасау. Ұлдархан Уалиханқызы, Айбек Бекбау, Кемел ақпараты.